Растаймын, күдікті екеу. Атыраудағы трагедияға қатысты вице-министр тың мәлімдеме жасады. Атырауда қоғамды дүр сілкіндірген ерлі-зайыптының өліміне қатысты қылмыстық істе жаңа мәліметтер белгілі болды. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділовтің мәлімдеуінше, ауыр қылмысқа қатысы бар деген күдікпен тек марқұмдардың күйеу баласы ғана емес, сонымен бірге туған қызы да ұсталған. Бұл туралы Алаш.kz сайты хабарлайды. Біздің баспасөз бөлімі толық мәліметті берді. Мен растаймын, кеше ғана күдіктілер Индонезия мемлекетінде ұсталды. Қазіргі таңда оларды алып келу мәселесі шешіліп жатыр. Тергеу амалдары белсенді түрде жүргізілуде. Қажетті сараптамалар тағайындалып, тиісті шаралар өткізілуде. Баршамызға мәлім, халықаралық іздестіру жарияланған кезде Интерпол қызметкерлері мен біздің Қазақстанның полиция қызметкерлері бірлесіп, арнайы топты құрып, сол топтың жұмыс нәтижесінде екі күдікті де қазіргі таңда ұсталды. Екеуі де күдікті. Толық тергеу аяқталған соң ақпарат беріледі, деді Санжар Әділов. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты естігенде көп адам секілді мен де таңғалдым. Бұған дейін өздеріңіз білесіздер, бір күдікті болып айтылып келді. Енді осындай жағдай, бірақ қазір ең бастысы эмоцияға берілмей тергеудің нәтижесін күту керек сияқты. Министр орынбасарының өзі растаған соң, іс шынымен де қатаң бақылауда екені көрініп тұр. Халықаралық деңгейде іздеу жүргізіліп, арнайы топтың жұмыс істегені істің маңызын аңғартады. Дегенмен, күдікті деген сөз әлі үкім емес. Барлық мән-жай толық анықталған соң ғана нақты қорытынды жасалады. Қоғам болып сабыр сақтап, әділ шешім қабылданады деп сенген дұрыс.